Қайырлы күн. Біз мемлекеттік тілде сөйлейміз жобасының аясында бүгін бізде қонақта 2 мәрте Кеңес одағының батыры Талғат Жақыпбекұлы Бигелдинов атындағы Қарағанды Республикалық Жас ұлан мектебінің тәрбиеленушілері. Сәлеметсіздер ме? Ең алдымен өздеріңізді таныстырып өтсеңіздер. Менің аты-жөнім Жамалдинов Асланбек Нурадинович, жасым 17. Мен Хансиев Османбек Мұратовичпін, 16 жастан Шымкент қаласынан боламын. Және біздің ең алғашқы сұрақ, өздеріңіздің отбасыларыңыз жайлы айтып берсеңіздер. Менің отбасымда 8 адам бар. Атам, әжем, әкем, шешем, ағам бар. Екіншісі менен кейін қарындасым бар. Ең кішкентай інім. Менің отбасымда 5 адам бар. Әкем, шешем, мен, қарындасым, інім. Ал енді достарыңыз туралы айтып берсеңіз. Достарым өте көп. Мен достарым бөлмеймін. Мен үшін әрқайсысы бір өте адал достар. Менің достарым өте көп. Менің достарым бәрі бірдей маған. Жақсы, енді хоббиіңіз туралы әңгімелессек. Қандай қызығушылықтарыңыз бар? Менің хоббиім кітап оқу. Қандай кітаптар оқисыздар көбіне? Қазақ әдеби кітаптар. Мысал келтіре аласыз ба? Абай Құнанбайдың кітаптары. Яғни сізге өлең оқыған ұнайды, поэзияны. Поэзия бар. Ал армандарыңыз осы хоббиіңізбен байланысты ма? Жалпы қандай армандарыңыз бар осы болашақта? Менің арманым болашақ жоғары оқу орындарына түсіп, жақсы офицер болып, елімді қорғау. Менің арманым құрлық әскери институтына түсіп, сол оқуды бітіріп, Әскери адам боласыз. әскери адам боламын. Сіз қазақша еркін, жақсы сөйлей алады екенсіз. Қашан және қалай үйрендіңіз қазақ тілін? Мен қазақ тілін осы кішкентай кезімнен үйренгем, мектепте. Яғни ортаңызға байланысты, иә? Неше жасыңыздан? 3 сыныптан бері. Сіз қазақ сыныбында оқыдыңыз ба әлде? Жоқ, орыс сыныбында оқығам. Достарым қазақ болған, көршілерім. Солар арқылы. Тамаша. 4-ші класстан қазақ тілін білемін. Көршілерім бәрі қазақ. Бәрі қазақ достарым болған. Солардың қасында жүріп, солардың қасында үйрендім. Келесі сұрағымыз табиғат туралы. Жалпы қай мезгілі сізге ерекше ұнайды? Табиғат аясында көп уақыт өткізесіз бе? Жаз мезгілі көп ұнайды маған. Саяхаттадыңыз ба жалпы? Қай жерлерге саяхаттадыңыз? Көбінде жаз мезгілінде болады ғой бізде демалыс уақытында. Үйде достарыммен жүріп, қыдырып. Жақсы, тамаша. Әдетте негізі демалыс күндеріңізді қалай өткізесіз? Әдетте демалыс күндері үйде. Үйлесіз, иә? Отбасыма көмектесіп. Сүйікті қалаңыз қай қала? Және ол несімен ерекше? Сүйікті қалам, Шымкент қалам, өз қалам. Ауасы әдемі, табиғаты күшті. Шымбұлақта болғам, сол жақ маған өте ұнады. Боровойда болғам, Щучинскта. Сол жақты табиғаты өте ұнады маған. Демалыс үйді ағаларыммен өткізем. Маған жаз мезгілі өте ұнайды. Несімен ұнайды? Далада жүресің, балдармен қыдырасың, шомыласың, табиғатқа барасың. Сүйікті қалам, Шымкент қала. Сол жақта туылғам, сол жақта өскем, сол үшін маған ұнайды, табиғат ұнайды. Табиғатын сипаттай аласыз ба? Табиғат өте таза, өте таза. Ол жақ өте ыстық, сол жағы маған ұнайды. Жақсы, ашық жарқын әңгімелеріңізге рахмет. Оқу жылдарыңызға сәттілік тілейміз. Рахмет.